Бұл жай ғана мектеп емес, бұл болашаққа жол ашатын алтын үйі. Мұнда арманға бастайтын жолдар бар. Ал егер ұстаз болмаса ше, кітап жабылады, қалам жазуын тоқтатады, сыныпта тәртіп жоғалады. Біз қателесеміз, кейде уақытымызды босқа өткіземіз. Бірақ ұстаз бізді жолдан тайдырмайтын жан. Кейде оқушы сабаққа кешігеді. Бір сәттік кешігу кей оқушының әдеті. Ал ұстаз үшін әрбір сәт болашаққа жарық шам. Ұстаздың еңбегін кейде байқамаймыз. Ал олардың орнына бір күн болса да өзімізді қойсақ көп нәрсені түсінеміз. Ұстаз келгенде ғана сынып тынышталады. Ұстаз барда ғана білім көзі ашылады. Ұстаз барда ғана ғылымға жол ашылады. Ұстаз сабырдың иесі. Ұстаз тәртіптің бастауы. Ұстаз білімнің нұрлы шуағы. Кейде біз білімді дайын күйінде алғымыз келеді. Бірақ ұстаздың еңбегі өз еңбегімізбен ұштасқанда ғана нәтиже береді. Ертеңгі елдің тағдыры бүгінгі ұстаздың қолында. Ұстазсыз білім бағыт бағдарсыз, жарты жол. Ұстазсыз болашақ болмайды. Білімсіз маман елдің ертеңіне қауіп. Апай келеді. Апай келеді. Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі. Ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп,
Нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі. Оларға тамаша қызмет тапсырылған. Күн астында одан жоғары еш нәрсе болмақ емес. Сөздің барлығын түсіндіргеніңіз үшін көп рахмет. Осындай әдемі мектепте оқуымызға мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет. Әлемдегі ғажайыптарды танытқандарыңыз үшін алғыс. Тәртіп пен білімге бағытта отырғаныңыз үшін алғыс. Әлемге жол ашқан шетел тілдерін үйреткеніңіз үшін көп рахмет. Ана тіліміздің қадірін ұғындырғаныңыз үшін рахмет. Өткенді ұмытпау арқылы болашақта құрғымыз келетінін ұқтырғаныңыз үшін алғыс. Табиғатты сүюді, өмірді қадірлеуді үйреткеніңіз үшін рахмет. Ол өнермен шығармашылыққа бағалағаныңыз үшін рахмет. Білім қазынасына жол ашқаныңыз үшін рахмет. Бізді тұлға қылып тәрбиелеп отырғандарыңыз үшін алғыс. Заңдылықтар мен формулаларды үйретіп, ойлануды да үйреткеніңіз үшін үлкен алғыс. Жақсы адам болуды үйреткеніңіз үшін рахмет. Біздер үшін берген заттарыңыздың құпиясын ашқаныңыз үшін алғыс. Формула ғана емес, оқықты, есепте деген сүйіспеншілікті үйреткені үшін рахмет сізге. Компьютерді игеруді ғана емес, жаңашыл болуды үйреткеніңіз үшін рахмет. Өмірді өлеңдермен, шығармалар арқылы түсіндіріп, кейіпкерлердің көзімен көруге баулығаныңызға алғыс. Төзімділік пен жеңіске жетуді үйреткеніңіз үшін рахмет. Бізге әрқашан қамқор болып бағыт бергеніңіз үшін алғыс. Әуен арқылы жан дүниемізді байытқаныңыз үшін рахмет. Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанымен тарихтағы ең ұлы істің бірі.